Бұл жайында қасиетті Құранда ол түнде сендердің жандарыңды алады, ал күндіз не істеп жүргендеріңді біледі. Ол содан кейін белгіленген мерзім өтуі үшін күндіз сендер тірілтеді. Содан кейін оған қайтасыңдар, және ол сонда сендердің жасағандарыңызды айтып береді делінген. Ислам бұл тек діни ережелер ғана емес. Ислам бұл өмір сүру үлгісі. Оның әр саласына нұсқаулық түсірілген. Бұл аса мейірімді Алланың өзінің құлдарына деген мейірімі мен махаббаты бар. Адам өміріндегі барлық аспектілер исламда назардан тыс қалмаған. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабалары: пайғамбар бізді барлығына үйретті, тіпті табиғаттың шақыруына жауап беру ережелерін үйретті деген. Адам өмірінің ажырамас бір бөлігі ұйқыға тоқталсақ, ұйқы Алла тағаланың сыйы, демалыс пен тыныштық, күшті қалыпқа келу мүмкіндігі. Ұйықтар алдындағы амалдарға тоқталсақ, біріншіден мүмкіндік болса ұйықтар алдында жуыну керек. Екіншіден жамылатын көрпені 3 рет қағып сілкіп жіберу қажет. Себебі онда түрлі қиқым, лас нәрселер болуы мүмкін. Үшіншіден оң жақ бүйіріне бұрылып, қолын басына жастап жату керек. Төртіншіден Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оқыған дұғаны оқу. О Аллам, сенің атыңмен ұйқыға жаттым, және сенің қалауыңмен оянамын. Егер менің жанымды алсаң, онда оған рақымшылық жаса, ал егер жіберсең, онда оны қорға. Бесіншіден, сондай-ақ Аятул Курси, Әл-Ихлас, Әл-Кафирун, Әл-Фалақ, Ән-Нас сүрелерін 3 реттен оқыған абзал. Содан кейін алақанға түкіріп, бүкіл денеден жүргізіп өту қажет. Алтыншы, пайғамбар таңғы намаздан кейінгі және күн батар алдындағы намаздан бұрын ұйықтағанды жақтырмайтын. Себебі бұл уақытта Алланың ризығы жіберіледі. Жетіншіден, оянғаннан кейін бетті қолмен жуып, Алланы еске алып дұға оқу қажет. Аллаға шүкір, ұйықтағаннан кейін тірілткен Аллаға шүкір, және оған қайтамыз. Абу Хурайра радиаллаху анху Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам: әркім ұйықтаған кезде шайтан оның желкесінде 3 түйін байлап тастайды. Егер адам оянып Алланы есіне алса, 1 түйін шешіледі. Адам жуынғанда 2-ші түйін шешіледі. Егер адам дұға жасаса, 3-ші түйін шешіледі деген жеткізген. Сонда адам сол таңға риза болып тұрады.